Біздің муравейнигіміз дайын болды. Осылай қатып шығады. Ас болсын. Бүгін муравейник жасаймыз, ол үшін 500 грамм ұнымызға сары майымызды саламыз. 200 грамм сары майымызды салып, жақсылап крошка жасаймыз. Осылай жақсылап крошка жасап аламыз. Сосын бір ас қасық шекерімізді саламыз. Сосын аздап сода саламыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырлейміз. Осылай жақсылап қамырлейміз. Дайын болған қамырымызды телефонға салып, морозильникке 1 сағатқа қоямыз. Или жаңағыны теркадан өткізбеймін деп, андай әбіржіп неғанша мен сияқты осылай қамырдың шетінен жұлып алып, бүйтіп тастай берсеңіздер болады. Бәрібір езіліп кетеді ғой. Зачем 1 сағат морозильникке қойып, еще теркадан өткізіп, онымен араластырып. Осылай тастай бересіздер болады. Пісіп шыққаннан кейін еземіз ғой. Осылай пісіріп аласыздар. Жаңағыдай барлығын пісіріп алып, осылай кішкентай тақтайымызға оқтаумен осылай езіп аламыз. Енді үстіне молоко, сгущенка молоко, вареный сгущенка, әсел қалағанын салып, не бар, соны салып, жаңағы араластырып морозильникке қатырып қоямыз. Әселімізді құямыз. И молокомызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Енді осыны тарелкамызға салып, жақсылап жайғастырамыз. Сосын бокалдың ішіне де салып, жаңағыдай формаға салып, қатырып қойсаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы. Дәл осылай морозильникке салып, қатырып қоямыз.